Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін өзімнің өте жақсы көретін дәмді, нежный, сүйікті салаттарымның бірін жасаймыз. Тауық етінен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге майонез, қызылбұрыш, жұмыртқа, қияр, салат жапырақтары, сонымен қатар тауықтың төс еті қажет болады. Бұрышымызды алдын ала тазалап жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін осылай 2-3-ке бөліп, солонка етіп жіңішкелеп турап алатын боламыз. Міндетті түрде тәтті бұрыш қолданыңыздар, немесе сары түсін қолдансаңыздар да болады. Қызыл бұрышымызды турап алғаннан кейін қиярымызды да тураймыз. Екі шетін алып тастап, осылай ортасынан кесіп, тағы да солонка етіп жіңішкелеп турап аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте жеңіл әрі дәмді салат. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жұмыртқамызды алдын ала қайнатып алып, қабығына аршып тазалап аламыз. Ортасынан бөліп осылай солонка етіп тураймыз. Салат жапырақтарымызды да ұсақтап тураймыз. Міндетті түрде қосыңыздар, өте пайдалы салат жапырақтары. Ыдысымызға салып қоямыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Алдыда бұйыртса үй жағдайында қарапайым дәмді тағамдармен, тәттілермен бөлісіп отырамын. Осылай солонка етіп барлығын турап аламыз. Майонез болмаса, орнына сметана қолдансаңыздар болады. Менің видеоларым сіздерге пайдалы болса, каналымды таратып, достарыңызға, туыстарыңызға таратып, қолдау білдіріп қойсаңыздар болады. Туралған көкөністеріміздің бәрін бір ыдысқа салатын боламыз. Ендігі кезекте тауықты алып турайтын боламыз. Осылай тауықтың төс етін видеодағыдай жалпағынан турап, сосын солонка етіп тағы кесетін боламыз. Тауықтың төс еті бізде тез піседі. Ендігі кезекте туралған тауық етімізді қуырып алатын боламыз. Алдын ала осылай тұздап, дәмдеуіштерін салып аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, қызғаннан кейін тауық төс еттерін салып қуыратын боламыз. Қуырып алдық, енді көкөністерімізді салып, жақсылап, майонезімізді салып, қара бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді салат болып шығады. Еш өкінбейсіз, дәмі ұнамай қалды деп айтпайсыз, өте керемет болып шығады. Менің отбасыларыма да қатты ұнады, жасап көріңіздер. Ас болсын, осындай әдемі салат болып шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.